Балалар, әдебиеттік оқу 2-ші сынып 14-ші сабақ. Тақырыбы сәлем сөздің анасы. Мәтіндегі негізгі ойды анықтау, шығармашылық жұмыспен айналысу. Кіммен қалай сәлемдесесің? Амансыз ба, сәлеметсіз, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз, сәлем, қайырлы күн. Я, балалар, таңертеңді келген кезде мектепке үнемі амандасып жүресіңдер. Жасы үлкен адамдармен амандасу, амансыз ба, сәлеметсіз бе, қош келдіңіз деп сыпайылық білдіру керек. Ал өз достарыңмен амандасың, сәлем, қайырлы күн. Ендеше бүгінгі Тұманбай Молдағалиевтің сәлем бер деген өлеңін өтеміз. Келе жатсаң оқудан көңілің бір кемеңгер, көлеңкеде отырған көрші анпаңа сәлем бер. Бақ ішінде жотада тартылып жатыр асыл күй, алма жиған атаңа қол қусырып басың дей. Балам, саған бір көрген, артады ғой ел сенім, сәлем берсең үлкенге, үлкейгенің ол сенің. Өлеңдегі негізгі ой, қайда болсаң да, қайда жүрсең де, жасы үлкен кісілермен амандасып жүр балалықай. Суреттер бойынша әңгіме құрастыр. Сәлемдесу, амандасу адамның бір-біріне ізет, сый-құрмет көрсету болып есептеледі. Күнделікті өмірде біз қанша адаммен кездесіп, қанша жұртпен ұшырасамыз. Солардың бәрінде де бірінші кезекте арамызда сәлемдесу, амандасу жүреді. Адам баласы қашаннан бейбіт тыныш өмір сүруді аңсап армандаған. Сол арманның негізінде қолы жеткен зор игілігі сәлемдесу әдемінің қалыптастырылуы. Сәлемдесудің кереметі сонда адамдардың бір-біріне жылы мейірім мен кең пейіл көрсетуінде, яғни достықты, жақындықты бейнелеу. Сәлемдесу түрлеріне диалог құрап жаз. Сәлеметсіз бе, апай? Қайырлы күн, Гүлзат. Апай, маған сәлемдесу түрлерін үйретесіз бе? Әрине, есіңе жақсылап сақтап ал. Мысалы, амансыз ба? Қош келдіңіз. Мінекей апайы Гүлзатқа амандасудың түрлерін айтып берді. Сәлемдесу түрлерін сахналап көрсет. Мысалы, қыз бала мен әжесі, ұл бала мен қария, оқушы мен мұғалім. Яғни өздерің сахналап көрсетіңдер. Бір қорытындылы, бүгінгі сабақтан қандай жаңа сөз үйрендің? Біз сабақта амансыз ба, қайырлы күн деген жаңа сөздермен үйрендік. Үлкенге құрмет, кішіге ізет деген мақалда осыдан қалған екен. Осыны естеріңіз сақтап алыңдар балалар. Шығармашылық жұмыс, өзің білетін сәлемдесу, қоштасу сөздерін дәптерлеріңізге жазып алыңдар балалар. Мәтіннің негізгі ойын анықтадық және шығармашылық жұмыстар жүргіздік. Сонымен қатар сәлемдесудің бірнеше түрлерін үйрендік. Осымен сабағымыз аяқталды.